Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз түркілердің шығу тарихы жайлы әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Видеоның атауын қазақтардың шығу тарихы деп жазуымыздың себебі, осы видеоны барынша көп адамдар көрсін деген мақсатта, және түркілердің әу бастағы ең алғашқы қонысы қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасы аумағында орналасқанына байланысты осы видеоның атауын осылай деп жаздық. Сондай-ақ қазақтарға да тікелей қатысы болғандықтан видеоның атауын осылай деп жазуды жөн көрдік. Нұх пайғамбардың ұлы Жапас, оны түркілер Әбілжә деп те атаған. Жалпы осы түріктің атасы болып табылатын Жапастың Қаратау мен Алатау баурайларына келіп қонысталуы жайлы хикая. Барша тарих кітаптарында айтылғанындай, Нұх пайғамбардың нұсқауы бойынша әрбір тайпа басқа-басқа аймақтарға кетіп, барған жерлерін өздеріне қоныс етіп, сол өңірлерде олардың ұрпақтары көбейіп, содан түбегейлі олардың отандарына айналды. Сонда топан суынан кейін бүкіл жер беті Нұхтың иелігінде болғандықтан, кейіннен Тұран деген атауға ие болған жерлерді Жапастың еншісіне берді. Ол Нұхтың ең үлкен ұлы болатын. Сонда Жапас Жуди тауының баурайынан шығысқа қарай жол тартты да, осы аумаққа келіп орналасты. Сөйтіп бұл жерлерді өзіне отан қылды. Жапасты Абу ат-Түрк, яғни түріктің әкесі деп те атайды. Бұл жайлы тарихи Жахангирдің 41-ші бетінде келтірілген. Бұл тақырыпқа қатысты Рашид ад-Дин Хамаданидің Жамиғат Таварих тарихтар жинағы кітабында мынадай деректер келтірілген. Мұсылмандардың тарихында айтылғанындай, және Бани Исраилдің Тауратында жазылғанындай, Нұх пайғамбар жерді солтүстіктен оңтүстікке қарай 3 бөлікке бөлді. Бірінші бөлігін өзінің ұлдарының бірі, қара тәнділердің атасы болып табылатын Хамға берді. Екінші бөлігін арабтар мен парсылардың атасы болған Самға, үшінші бөлігін түркілердің атасы Жапасқа табыстады. Сосын Жапасты шығыс-батысқа аттандырды. Мұғул мен түркілер бұл жайлы дәл осылай әңгімелейді деп баяндалған. Түркілер Жапасты Әбілжә хан деп те атайды деп баяндалған. Нұх пайғамбардың ең үлкен ұлы Жапас жазықтық далада өмір сүретін көшпенді болған. Оның жаздық қонысы Ортақ пен Құртауда болатын. Ол екі мекен өзінше аса үлкен де алпауыт әрі биік таулар болып табылады. Ол аймақта Инанж аталатын шаһар болған. Кітапта баяндалуынша бұл жерлердің жақын маңайында Талас, Тараз және Кәрі Сайрам қалалары орналасқаны баяндалады. Кәрі Сайрам өте көне әрі аса кең де үлкен қала болған. Бұл қалалар жайлы Жамиғат Таварих кітабында былай деп баяндалады. Кәрі Сайрам өте көне, әрі аса кең де үлкен қала. Қаланы көргендер оның басынан аяғына дейін бір күндік жол және онда 40 қақпаның бар екенін жеткізеді. Қазіргі кезде онда мұсылман түркілері өмір сүреді. Сондай-ақ ол Қайдуға тиесілі болып табылады және Құншы ұлысына жатады. Қайдудың ұрпақтары мекендейтін жерлер сол араға жақын орналасқан. Құрметті көрермендер, осы орайда айтып кететін нәрсенің бірі, осы жерде келтірілген Қайду бұл Шыңғыс ханның шөбересі болып келеді, яғни Үгетайдың ұрпағы. Мұны Шыңғыс ханның 6-шы атасы болып келетін Қайду ханмен шатастырмау қажет. Бұл деректе айтылған Ортақ тауы бұл қазіргі Алатау тауы, ал Құртақ тауы бұл қазіргі Қаратау тауы болып табылады. Бұған ешқандай күмән жоқ. Себебі жоғарыдағы деректе бұл таулардың жақын маңайында Кәрі Сайрам және Талас қалаларының орналасқандығы, және де ол жерлердің Жамиғат Таварих кітабы жазылған дәуірде Үгетай қағанның немересі Қайду ханның билігінде болғандығы анық жазылған. Ал Қайду ханның билігінде Тарбағатай мен Емілден бастап Самарқанд, Бұхара және де Құлағу мен Жошы ұлыстарының шекарасына дейінгі жерлердің болғаны тарихшылар үшін анық және де ешкім күмән келтіре алмайтын дерек болып табылады. Сондықтан Ортақ тауының қазіргі Алатау тауы екені және Құртақ тауының қазіргі Қаратау екендігін толықтай сенімділікпен айтуға болады. Ортақ тауының қазіргі Алатау тауы екеніне мына картаға қарап көз жеткізуге болады ағайындар. Сондай-ақ қазіргі Алатау тауының бұрында Ортақ тауы деп аталғанын мына бір картадағы кескіннен анық көруге болады. Қаратау мен Алатаудың баурайларындағы түркі тайпалары жайлаған жалпы аумақтардың атауын тарихи Жахангир кітабында Қарақұрым деп келтірген. Бұл дерек аталмыш кітаптағы Қараханның патшалығы атаулы тақырыбында келген. Қарахан Мұғул ханның ұлдарының ең үлкені еді. Сөйтіп әкесінің орнына таққа отырды да мемлекетті басқаруға кірісті. Сөйтіп ол Ортақ пен Құртақ деп аталатын екі таудың аумағындағы баурайындағы Қарақорымда жазғы жайлау мен қыстақ қыстайтын мекен етті деп баяндалады ағайындар. Міне осындай деректер Ортақ пен Құртаудың осы қазіргі таңдағы Алатау мен Қаратау екенінің анық дәлелі болады. Ендеше осы келтірілген екі деректен келесідей тұжырым жасауға болады.
Түркілердің ең алғашқы қоныстанған жері, яғни түп ата қонысы әрі ата мекені, шежіресінің бастау алатын орны қазіргі таңдағы Жамбыл және Түркістан облысы аумағындағы Қаратау мен Алатаудың баурайларында және сол аралықтағы аймақтарда болған, және ол аумақ жалпы Қарақорым деп аталған. Бұл аумақтағы таулардың маңайында орналасқан Сайрам және Тараз қалалары қазіргі кезде де бар. Ал Инанж деп аталған шаһар жайлы айтар болсақ, мыңдаған жылдар бойы қалалардың атаулары сан реттен өзгерістерге ұшыраған. Сондықтан осы жағдайларды есепке ала отырып, ол сол аумақтағы ең көне қалалардың бірі қазіргі Түркістан қаласы болуы да мүмкін деп ой айтуға болады. Осы аталған деректер түркілердің ең үлкен атасы Жапас, яғни Әбілжахан келіп, өзінің балалары мен ең алғашқы тұрақтап тұрғызған қалалары Талас пен Кәрі Сайрам екендігін, және олардың ең ежелгі қысқы қыстаулары мен жазғы жайлаулары осы қалаларға жақын маңайда орналасқандығын, содан түркілер ең алғашында осы өңірде көбейіп, сосын барып басқа жақтарға тарағандығын көрсетеді. Сөйтіп түркілер алдымен Алатау мен Қаратаудың баурайында қоныстанған. Содан ел көбейген кезде Алтай тауына да, тағы да одан басқа өңірлерге барып, жаңа жерлерді иемденген. Әрине, ол дәуірлерден бері арада бірнеше мың жылдықтар өткендігінің нәтижесінде көптеген жер су атаулары мен адамдардың есімдері өзгерген, және көптеген мекендер пайда болып, олардың кейбірі жойылып, мүлдем із-түзсіз жоғалып та кеткен. Міне осындай жағдайларға байланысты Борсық, Қақиян сияқты аймақтардың да дәл қай жерде орналасқаны туралы анық деректер бізге дейін жетіп келмеген. Және қорытындылай отырып, ең алғашқы Қарақорым аймағы туралы айтар болсақ, ол жоғарыдағы аталған Шарафаддин Әли-Яздидің тарихи Жаһангир кітабында айтылғанындай, өте көне замандарда Қаратау мен Алатаудың баурайлары Қарақорым деп аталған. Бұл өңір Нұх пайғамбардың ұлы Әбілжаханның ең алғаш келіп қоныстанған мекені, түркілердің ең алғашқы ата қонысы, алтын бесігі болып табылады. Сондай-ақ Түркістан облысы аумағында Қазығұрт ауданында көнеден келе жатқан Қазығұрттың басында Нұх пайғамбардың кемесі қалған деген сөз бар. Соған байланысты Қазығұрт тауында Нұх пайғамбардың кемесі деген ескерткіште қойылған. Халық аузындағы көне әңгімелердің бостан-бос пайда болмайтынын ескерсек, бәлкім Қарақорым аймағының бір шеті Қазығұрт тауына дейін созылған. Сол себепті Нұх пайғамбардың ұлы Жапас Қаратаудың баурайларынан осы жерлерге шейін көшіп қонып өмір сүрген болуы мүмкін деп тұжырым жасауға да болатын сияқты. Өйткені Рашидаддин Әбілжаханның көшпенділік түрде өмір сүргенін айтқан. Осы аталған деректерден шығатын қорытынды мынадай: түркі халықтары адамзат баласының ең көне халықтарына жатады. Барлық мұғулдар мен түркі тайпалары мен сахаралық көшпенділер Жапастың, яғни Әбілжаханның әулетінен болып табылады. Алғашқы түркілер Алатау мен Қаратаудың баурайында өмір сүріп, сол аумақта көбейген. Түркі сөзі осы жерде олардың тегінің атауы болып қалыптасқан. Олар содан соң басқа жақтарға тараған. Демек осы аумақ бүкіл түркі халықтарының қара шаңырағы, ата қонысы, алтын бесігі, көбейіп тараған құт мекені болып табылады.